Хью Марстон Хефнер әйгілі Playboy журналының негізін қалаған американдық болды. Бірінші нөмірдің мұқабасында Мэрилин Монроның суреті жарияланды. Журнал жарияланған сәттен бастап танымал болды, және Хефнер жыныстық революцияның пионері болып саналады. Playboy сөзін естігенде немесе атақты қоян логотипін көргенде көз алдымызға бірден жақсы өмір бейнелері келет. Ұзын аяқты, бикини киген кеуделі арулар, кристалл шампандары, айнадай жарқырағанша тазартылған және жылтыратылған лимузиндер. Және әрине, бұл өмір мерекесінің ортасында әрқашан бургундия халатындағы харизматикалық қарт тұрады. Хью Хефнер ол кім және ол өткен ғасырдағы жыныстық революцияның символына қалай айналды? Қазір 80-нен асқан Хью планетаның көптеген ер адамдарының қызғанышы болып қала береді. Сондай егде тартқан жасында да қарттар үйінде күн өткізбейді, зейнетақысын егіншілікпен толықтырмайды. Керісінше, ол әлі күнге дейін жас, кеуделі актрисалар мен модельдердің көңілін көтеріп, вилласында қымбат коктейльдерді ішеді және өзінің ойын-сауық империясының иесі. Бір қызығы, бұл әрқашан осылай бола бермейтін. Ол ауқатты отбасынан шыққан емес. Сонымен қатар, Хьюдің ата-анасы пуритандық болды және балаларын көше әсерінен, ойын-сауықтан және жыныстық тәрбиеден мұқият қорғады. Жас Хьюге достасуға, тіпті оқуға да рұқсат етілмеді. Мектеп бағдарламасына кірмеген кітаптар. Кіші Хефнер еңбекқор, жанұя болып өсті. Ол кезде қабылданған зиялы адам идеалынан еш айырмашылығы жоқ. Ол Чикаго өнер институтын философия бакалавры дәрежесімен бітірді. Ол әскерде қызмет етті, бұрынғы сыныптасына үйленді, басқа университетте философия оқуын жалғастырды және Esquire журналында копирайтер болып жұмысқа орналасты. Бұл сәтті Хью Хефнердің тарихындағы бетбұрыс деп санауға болады. Esquire журналында Хефнер бір мақала үшін шамамен $5 жалақы алды, бірақ бұл жас журналист үшін жеткіліксіз болды. Ол да отбасын асырауға мәжбүр болды. Хефнер жалақысын көтеруді сұрағаннан кейін оны басылымнан қуып жіберді. Тірі қалудың жолын тез табуға ұмтылған Хью жұмыс істей бастады. Сұхбат беру кезінде ол жартылай жалаңаш Мэрилин Монроның ашық хатына тап болды. Дәл осы кезде Хью өзінің жеке журналын құруға шешім қабылдады. Жетілген ер адамдарға арналған тартымды мақалалар мен эротикалық реңктері бар. Ол жаңа басылымға сенген инвесторларды тауып, өндірісті бастау үшін жалпы саны шамамен $8,000 жинады. Сол ашық хаттағы суреті бар бірінші нөмір бірден сатылып кетті және бұл Хью Хефнердің ойын-сауық империясының, Playboy империясының бастауын белгіледі. Фотосуреттеріне тек ерлерді ғана емес, әйелдерді де шақыра бастаған Хефнер болды. Хефнердің имиджінде кәсіби модельдер мен танымал арулар болды. Сонымен қатар бұрынғы беделді атақтары немесе мұндай басылымдар үшін суретке түсіру тәжірибесі жоқ қарапайым, тартымды әйелдер болды. Ол әрбір әйелге журналдың мұқабасына шығуға мүмкіндік берді, және бұл оның имиджін қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. Әйелдер фотосессияға кезекке тұрды. Хефнер атақты Playboy кештерін өткізе бастады. Бұл оның бейнесін толықтырды. Бұл іс-шараларда әрқашан қалың киінген әйелдер, қымбат алкоголь, сәнді көліктер және шексіз көңіл көтеру болды. Хью бұл бейнені отбасы бақытымен төледі. Дәл осы жылдары бірінші әйелі оны тастап кетті. Алайда пайда болған кескін Хефнерге өз империясын құруда жақсы қызмет етті. Көп ұзамай Playboy тек баспа басылымын ғана емес, сонымен қатар модельдеу агенттігін, лимузин қызметін, теледидар желісін, казино, курорттық және қонақ үй бизнесін қамтиды. Мұның бәрі тізбектің негізін қалаушы мен иесіне $миллиардтаған әкелді. Хью өзінің мекемелерін ілгерілету үшін өзінің алғашқы эротикалық телешоуын бастады, Playboy's Penthouse. Ол әлемге сол кезде жетілген Хефнер мен көптеген порно жұлдыздардың әйгілі Playboy сарайында қалай бірге өмір сүре алатынын көрсетті. Жанжалды шоу керемет сәтті өтті. Осындай жабайы өмір салтына қарамастан, Хью үйленуге тағы бірнеше әрекет жасады. 1989 жылы оның құмарлығы пайда болды. Playboy моделі Кимберли Конрад оғаш жанжалға ұшырады. Олардың некелері 10 жылдан астам уақытқа созылмады, ал Кимберли Хефнерді тастап, оның шешімінің себебі ретінде оның әлсіздігін алға тартты. Дегенмен бұл әлемдегі ең жарамды бакалаврлардың бірін тоқтатпады, және 2010 жылы ол Кристал Харриске қайтадан ұсыныс жасады. Оның жаңа қалыңдығы Хефнерден 10 жас кіші еді. Бірақ бұл некеде сәтті болмады. Үйлену тойына 3 күн қалғанда Кристал Хефнердің ұсынысын қабылдамады.
Ол бұл туралы көп ойланбады, және бір ай өтпей жатып, ол екі жаңа дос қызды тапты. 25 жастағы модель Анна София мен 27 жастағы актриса Шера. Хью енді өз империясын басқарудан зейнетке шықты. Оның бірінші некесіндегі қызы Кристи енді оны жылжытуға жауапты. Осы уақытта Хефнер әдемі әйелдердің қоршауында өмір сүруді жалғастыруда, поп, виагра және өзінің 90 жылдығына дайындалуда.